тұрады, тез құлайды. Тұрмай қалу, ерте жіберіп қою, еркектік міндетін атқара алмаса, бұл психологический травма болады. Сен жыныстық қатынасқа түсер кезде жаңа қыз күліп, сен кішкентай деп. Білуіміз керек, біз әйел адам қалай ләззат алады. Оның екі түрі бар, вагинальный и жаңа клитор арқылы. Әйел алып келеді, вот не хочет дейді. Мысалға мен жанында жатырмын, ол маған жақындамайды. Пайдалы подкаст, батырманы бас, мұнда бәрін таба аласыз, тақырыптар аралас. Тез бітіру деп жатамыз. Соның пайда болуына жалпы не себеп? Ол туа біткен болуы мүмкін. Екіншіден жаңағы пайда болған. Туа бітсе, ол туғаннан жаңағы ер адам мүшесін, жаңағы нервы чувствительный дейді ғой, сезімтал. Ол жаңағы тез сезініп, тез жаңағы бітіріп қояды. Пайда болған, мысалға, науқастар болды менде, бұрын барлығы жақсы болатын еді. Сосын бір рет осылай болып қалды. Содан кейін мен жаңағы тез бітіріп қоятын болдым. Онда ол жаңағы психологиялық тұрғыда. Онда кезде жаңағы психологиялық жұмыс істеу керек, жаңағы арнайы ішетін дәрі-дәрмектер болады, жаңағы жақсарту үшін. Ал үлкен адамдарда ол жаңағы гормональный фоннан болуы мүмкін. Және де ең бастысы жиі кездесетін себебі жаңағы ер адамның мүшелерінің жаңағы қабынуы, воспаление, простатит, мысалға жиі кездесетін, мысалға бессимптомды инфекциялар, олар жаңағы қабыну туғызады, бітіріп қоюға, не болмаса жаңағы ер адам мүшесін тез сезімтал болып кетеді, сол себепте тез бітіріп қояды. Ол жиі кездесетін себебі. Екіншіден, жастарда жаңағы болады первый опыт дейді. Первый опыт, мысалы, тез болып қалғаннан кейін комплекс пайда болады. Егер де жаңағы бастапқы бұрыннан солай болса, ода емдейміз, егер де емнің әсері болмай жатса, онда әрине жаңағы нервтің чувствительностін азайтатын ота жасалынады. Ол ота жасаған кезде ол сезбей қалмайды ештеңені, ал жаңағы сезімталдығын азайтады. Және де білеміз, жаңағы мұсылмандар болады, мұсылман сүндетке отырғызылған, отырғызылмағандар. Сүндетке отырғызылмаған адамдарда ол жиі кездеседі. Өйткені жаңағы сүндетке отырған кезде крайний плод дейді ғой, соны алған кезде жаңағы сезімталдығы азаяды. Ал үлкен кісілерде жаңағы қан тамырларын дұрыс жұмыс істемегеннен болады, дұрыс бармағаннан болады, қабыну болады, хронический простатит. Қазір хронический простатит жастарда да кездесіп жатыр ғой, бірақ жастарды үлкендермен салыстырған кезде көбінесе жаңағы инфекциялық. Өйткені қазір кезде инфекциялар симптомсыз болуы мүмкін, мүлдем. Бірақ кей кезде болады, пациенттің өзінің сопутствующий болезні болады. Мысалға, жаңағы қалқанша безінің ауруы, щитовидка, сахарный диабет, үлкен кісілерде, мысалы, үлкен кісілер жастарда да бар, мысалы, туа біткен сахарный диабет. Не болмаса, жаңағы неврологический ауру, эпилепсия болады, препараттарын ішкен кезде ол да әсер етуі мүмкін. Сосын жаңағы холестерин дейміз ғой. Холестерин дәрісін ішкен кезде жастар бұлындай дәрін ішпейді ғой, көбінесе холестеринді 40-тан асқан, мысалға артериальный давлениесі бар, соларға холестеринді азайтатын дәрі береді, ал оның кері әсері бар. Негізі ер адам тестостероны холестериннен пайда болады. Соны түсіріп тастағаннан кейін холестерин жетпейді, и осындай проблемалар пайда болуы мүмкін. Оның себебін әркімде әртүрлі. Гормоналдық болады. Ең бастысы себебін тапса, емде өте жеңіл. Көп уақыт, мысалы, средства дейді, науқастың средствосы соған кетіп қалады. Бізде еще қалай? Егер де мысалға денсаулығына емдеу керек болса, ем машинасын істеу керек болса, ол қандайды машинасын істеуді, денсаулық күте тұрады. Өйткені болады науқастар, машина сынып қалды, сосын келе алмай қалды, оны саған кетті деп. Жарайды, жақсы. Машинаңыз жүре беріңіз. Сондай моменттер болады. Приоритеттің, қазақтардың приоритеті бірінші мүлік, сосын денсаулық. Сосын қазір жиі кездесетін, мысалға, ауылда тұратын адамдарда ол кездесе қоймайды, қаланың адамдарында жаңағы түн ұйқысының дұрыс болмауынан жастарда кездеседі. Кейбіреу, ол жалғыз жастарда емес,
Мен коллегаларым бар ғой түнгі сменде жұмыс істейтін. Мысалы уже жастары 40-55-тен асқан бәрінде емес. Түн ұйқысы дұрыс болмағаннан. Негізі бізде 25 жасқа дейін оны байқалмайды. Бізде гормон роста деген болады. Жаңа өсуге жауап беретін. Ол гормон бір жерде дефицит болып жатса бәрін етеді. 25-тен кейін сол гормон түскен кезде адам қартая бастайды. Ақырындап. И жаңа сол мысалға ұйықтау, түн ұйқысы ұйықтамаған кезде қай кезде біз восстанавливать етеміз? Түнде ұйықтағанда. Пайдалы подкаст батырманы бас. Сіз айтып отырсыз медициналық терминмен эректильді дисфункция, ал ауызекі тілмен айтқанда жаңағы тез тұрмай қалу мәселесі. Импотенция. Соған не алып келеді? Стресс, переживание, дұрыс жұмыс істемеу, ұйықтау бұзылған кезде, үйде қатты стресс болған кезде содан пайда болады. Мысалға бір науқаста болып, өзінің қызымен дейін бе қалай десем, жыныстық қатынасқа түсер кезде жаңа қыз күліп, сен кішкентай деп. Содан кейін ода мүлдем желаниясы жоқ. Не қызға баратын, не өмір сүретін. Ол да стресс. Ол глубокий психологический травма. Үш фактор бар. Психологиялық. Уже разобрали стресс. Екінші қан тамырлардың дұрыс болмауы. Жас келген сайын қан тамырлары дұрыс істемейді, бітеледі. Жаңағы холестерин көтерілсе, жаңағы ішімдік ішу, темекі шегу деген сияқты. И жаңағы неврологический симптомдар болады. Мысалға омыртқаның зақымдалуы соған алып келуі мүмкін. Жаңағы травмалар, нерв зақымдалуына келетін травмалар, олар да осыған алып келеді. Ер адамның жыныстық мүшесі қан тамырын, қан келуіне байланысты. Қан келген кезде ол жаңағы тұрады. Қан бармаса ол тұрмайды. Вот сол себепті науқастар, мысалға сахарный диабетпен ауыратын науқастар, олардың қан тамырлары бітеліп қалады. Қан бармай қалады. Қан тамырлары ерте ме кеш пе сахарный диабеттен бітеліп, көмегі кетіп қалса, дәрілердің көмектеспей қалса, онда уже имплант, протез қойылады. Сол протезбен жүреді. Бірақ протездің айырмашылығы қан тамырлары дұрыс істемесе де, жаңағы чувствительность органы сақталады. Пайдалы подкаст батырманы бас. Жалпы сол процесс қалай жүреді? Операция барысы, протез орнату. Кавернозный тела деген болады. Сол жерге кесіп тазартады и арнайы протез қояды. Протез өзі үшке бөлінеді. Однокомпонентный, двухкомпонентный, трехкомпонентный деп. Однокомпонентный ол жаңа өзі регулировать етеді. Все время әр уақытта тұрып тұрады. Ол өзі түсіріп қояды, көтеріп қояды. Оны қалай өзі регулировать етеді? Иә, тұрады, болды. Ол мысалға Қолмен ғана. Мысалға, бір резинаны болады ғой, былай кабельдер, ол сол сияқты. Да? Иә. Ал екіншісі ол двухкомпонентный, ол тоже жатып тұрады, бірақ кнопкамен көтеріледі. Ал үшінші компонент трехкомпонентный. Ол үш компонентті. Ол ең қымбаты, ол кәдімгідей өзінің резервуары болады. Оны басқан кезде кәдімгідей су барып, полифизиологичный ұқсайтын болады. И соларды орнатамыз. Пультті деп атсыз, ол сонда пульт болған кезде ол так образно айтып атқаным ғой. Ол жаңағы ер адамның жыныстық мүшесіне орнатылады. Астыңғы мошонка дейді. Аталық без тұратын жерге, жұмыртқасы, сол жерге орнатылады. Солмен өзі басып кетіп отырады. Вот зато ода преждевременный дейді ғой, жаңа ерте бітіріп қою болмайды, ол может контролировать. Соны басқан кезде ғана өзі белгілеп отырады. Басып тұрғызады. Өзі насос сияқты ғой. Насос сияқты тұрады. Соны басқан кезде сөнеді. Иә, басқан кезде басып көтереді, бұрған кезде ол өзі түседі. Ол самый такой лучший вариант для пациента. Ал үшінші сіз айтып жатқан? Вот үшінші. Екіншісі, ол бірінші сияқты, аны қолмен регулировать ететін болсан, ол уже кнопкамен регулировать етеді. Басып көтереді, басып түседі. Сонда екеуі де кнопкалы болып тұр ғой, да? Иә. Бірақ біреуінде мысалға жаңағы бір кнопка ол все время қап-қатты болып тұрады, төмен түссе де. Ал үшіншісі, ол жыныстық қатынас біткеннен кейін қалып өзін физиологический қалпына келіп тұрады. Керек болса тағы да регулировать етеді. Жалпы бұндай операцияның бағасы қанша? Ол жаңағы импланттың бағасына байланысты. Қазіргі уақытта, қазір өзгеріп жатыр ғой. Ол
шет елден келетін импланттар, ол напрямую зависит евро мен доллардың бағасына. Ал бұрын ең арзаны 500 мыңнан басталатын. 1,5 миллионға дейін барады, не болмаса 2 миллион болады. Ал производство кім производить етеді, соған байланысты. Мысалы бізде науқасқа түсінікті болу үшін бізде жақсы көреді ғой, бір дәрігер бір дәріні жазып береді, ол аптекаға барып, арзандау заменителі бар ма деп. Әрине арзан заменительдер болады. Мен оларға айтамын, біздің қазақтың машинасы бар ғой, Toyota Camry деген. Мен айтамын, сен қандай Camry'ді аласың? Европейская сборка или арабская сборка? Европейская дейді. Неге? Өйткені олар мықты, сапасы да жақсы дейді. Вот. Мынау арабская сборка, мынау европейская. Сосын, онда болсын дейді. Ну, зато за цену качество надо платить. Бізде жақсы көреді ғой, сыртқа көрінетін нәрсені ғана ең қымбатын, ең жақсысын алып, ал енді көрінбейтін нәрселерді барынша арзанын. Вот сол. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Бір күні бір науқасым келді маған, сол айтып жатыр да, осындай. Осылай проблема болып тұр, сахарный диабет, ойлап жүрмін жаңағы протез қоюға, имплант. Өйткені елім жас деген сияқты. Сосын ең басты жаңағы ер адамда эгоисті дейді ғой. Жаңағы протезге не болмаса эректильді дисфункциямен келетін науқастардың көбісі жаңағы үйленген. Олардың ең басты мақсаты жаңағы әйеліне приносить удовольствие дейді ғой. Ләззат сыйлау. Иә, ләззат сыйлауға. Мужчина просто ер адамдар айтпайды ана, сол әйелдің алдында өзін жаңағы мықтымын, еркекпін деу үшін жаңағы удовлетворять ету үшін келеді. Егер де ер адамға эгоист болса, ол вообще келмеуші еді. Жаңағы науқас сөйлесіп осылай қанша болады екен деп түсіндіріп шамамен айттым. Осылай протезді осындай фирмалар айналысады, осылардан аласыздар, операция осылай түсіндірген кезде үйіне кетіп, сосын бір айдан кейін жоқ болып кетті өзі. Келді, не болды? Не шештіңіз деп. Доктор говорит, как в анекдоте дейді. Это какой анекдот? Орыс кісі өзі. Айтып, муж с женой решили, говорит, сделать протезы. Я говорю, и? Десем, они долго думали и решили сделать ремонт дома. Вот сол сияқты. Айтып жатыр, мы решили отложить это, у нас появились там, оказывается, дома. Там ремонт надо, там ремонт надо. Түсінікті деді, все понятно с вами. Придете, когда вы созреете. Ремонтыңыз біткенде қонақтарын шақырған екен. Иә, сол біткеннен кейін келеді. Келді ме одан кейін? Пока көрген жоқ. Арада неше жыл өтті деп? 1 жылдан асып. Сол ғой біздің подкасттың да мақсаты сол ғой, жалпы бізде Қазақстанда сіз өзіңіз де білесіз, дәрігер, сіз жалпы адамдар денсаулық мәселесін кейінге шегеріп тастайды да, дәрігерге бармайды, ой барсам тағы бірдеңелер тауып алады, ақшаны сыпырып алады, ана мына дейді. Өз денсаулығына деген жауапкершілігі адамдардың төмен, былай айтқанда. Сондықтан енді былай түсініп, білу үшін осы подкасттың да мақсаты бар сол. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Осы біздің қоғамда жиі айтылатын сөз бар ғой, мына қысқа юбка киетін қыздар осы жаңағы импотенцияға алып келеді, жігіттер қозады да жыныстық қатынасқа түспегендіктен сондай салдары болып жатады деген сияқты. Сол қаншалықты импотенцияға келетіні енді ол мен келіспеймін, бірақ застойный простатит деген болады. Мысалға қозған кезде мысалға қан айналысым жақсарады, простатаның жұмысы күшейеді, дайындалады жаңағы. И сол болмағандықтан жыныстық қатынас застой болуы мүмкін, жаңағы застойный простатит қалып келуі мүмкін. Ал енді ол нақты импотенцияға алып келеді, сол енді дұрыс емес. Пайдалы подкаст, батырманы бас. Күйеуімді қызықтырмай қойдым дейді, ондай да болады. Иә, әйел адамдар түрлі нәрселерді ойлап алуға бейім. Иә, ол сосын қызықтырмай қойдым деп фитнесқа жазылады. Жаңағы салон красоталарға барады. Ондай әйелдерді, күйеулер үшін ететін, их очень уважаю. Сыйлаймын, өйткені өзін отбасын сақтап қалу үшін істеп жатыр. Ал арасында оны қалай жатты, солай жата береді. Сосын қараған кезде, оказывается, проблема у него тестостерон төмен түсіп кеткен. Оған қызық емес. Ол ойлайды, басқа біреу қызықтырып жүр, мен қызық емеспін деп. Анализін қараған кезде айтасың, ой, сіз түгіл
басқа түгіл сізге де Моника Белучи тұрса қимылдамайды дейсіз ба? иә Моника Белучи тұрса да қимылдамайды, қорықпай қойыңыз деп емделіңіздер. Демек әйел адамдары егер де проблеманы сезсе айтуға ұялмай жаңағы жетелеп жүргені жөн дейсіз ғой. Өйткені ер адам өздігімен баруға тартынып тұрады. Проблема қандай? Ерте ма кеш пе, егер де ол өзінің жаңағы еркектік міндетін атқара алмаса, ол психологический травма болады. Сосын жаңағы кей кезде болады, әйел алып келеді, вот не хочет дейді. Мысалға мен жанында жатырмын, ол маған жақындамайды. Ода біреу бар. Біреу бар дейді, иә. Содан кейін жарайды, сіз есіктің сыртында тұра тұрыңыз, сосын сөйлесеміз. Сөйлескен кезде не болды? Ол говорит, мен шаршап келемін. Мен қатты шаршап келемін. Мен айналысқым келеді дейді, бірақ таңертең эрекция болып тұрған физиологически. Ол кезде ұйықтап жатады. Негізі былай, ер адамның жаңағы тестостерон ең биік көрсеткіші ол таңертең. Әйел адамдікі жаңағы либидосы өскен кезде ол түнде. Вот былай. И сосын айтты, мен жұмыста қатты шаршаймын. Егер де мысалы ол расында да жұмысында интеллектуальная нагрузка, мысалы есть физическая нагрузка дейді, есть интеллектуальная нагрузка. Физическая нагрузка мен интеллектуальный салыстырған кезде интеллектуальная нагрузка 5 есе көп стресс береді организмге, чем физически. Вот. Ана жұмысы мысалға сөйлесеген кезде бір мықты компанияның отделінің бастығы ақшамен жұмыс істейді. Егер де дұрыс кетпесе, жаңағы дұрыс цифралар кетпесе, ертең жаңағы жауап береді. Басы кетеді. Басы кеткеннен бұрын ол отырып қалуы мүмкін. Ол сол маған айтады. Сол себепті мен бүкіл күшімді жұмыста алдырамын дейді. И расында тексерген кезде жаңағы уже тестостерон түскен. Өзі жаңағы денелі, салмағы да көп, давлениесі бар, сахарный диабет жоқ, бірақ инсулин резистентный деген болады. Мысалға салмағы, индекс масса тела үлкен, қандағы қант мөлшері жақсы, ал избыточный масса тела бар, инсулин высокий. Ерте ме кеш пе ол жаңағы сахарный диабетке айналады. Вот соны бәрін алып келген кезде қалай өмір сүреді, қалай етеді. Солға жұмыстан кейін жолдастарымызбен жиналып шамалы сыра ішеміз дейді, стрессті снимать ету үшін. Сыра қазір көмектеседі, уже шыққаннан кейін ол уже көмектеспейді. Сондай моменттерді алып қараған кезде ода скрытый жаңағы тестостеронный дефицит басталған. Ондай кезде жаңағы стрессті азайтып, ондай психологтар жақсы көмектеседі. Оларға түсіндіру керек. Жұмыс қалу керек жұмыста. Әйел адам мен ер адам осы разница. Әйел адам жұмыста жүреді, үйіне келеді, үй шаруаларын істейді, балалармен айналысады. Олардың эволюция жағынан, эволюция кезінде олар адаптированный. Оңай шығады бір кейде екіншіге. Ер адамға мысалға бірдемені көңілін алып қалса, жұмыста проблема болса, ол үйге келеді осылай. Ана мемдар бар ғой, анау механ көз салып жүр, бірдеңе болды деп, ана қыз ойлап жүреді, сценарий құрып, сөйтсе ана просто машинасын сырт кеткен ғой. Вот мысалға да, шаршап келді, ұйықтады, әйел не үшін, мынау біреуге барып жүр. Сосын түсіндіріп айттық, жұмысы қиын, өте қиын. Сол жұмыстың әсерінен дұрыс ұйықтамағаннан кеш жатады, түні бойы жұмыс істейді, қағаздар, осындай себептерден оның қазір сізге қарайтын желаниясы да жоқ. Оның жұмыс қиын болғандықтан. Бұрын олай болған жоқ қой дейді мен. Ол бұрын жас болды. Бұрын оның гормональный фоны жақсы болды. Адам жас келген сайын ол жасармайды, ол қартая бастайды. Егер де сол организмде жоғалтатын витаминдер болсын, түн ұйқысы болсын, оны восстанавливать етпесек, ағза одан да тез қартайып кетеді. Сол түсіндірген кезде, өзімен сөйлескен кезде, бір айдан кейін келгеннен кейін уже витаминдер бердік, жаңағы тестостеронды көтеретін жаңағы препараттар бердік. Келген кезде ол уже келді бұлай. Қалайсыз, мынау жұмыс ұйқысы, қазір мен ұйықтаймын, жақсы ұйықтаймын. Жұмыс қалай? Жұмыста үйренді. Ол психологпен туры сөйлесіпті. Жұмыста қалдыруды. Ол үй. Еткен кезде ол результатты уже байқала бастады.
жалпы мына әйел затына ләззат сыйлау үшін өлшемнің қысқа болу, ұзын болуының маңызы жоқ деген рас па? Ол жоқ деп айта алмаймын, иә деп те айта алмаймын, өйткені ол жалғыз ер адамға байланысты емес, жаңа әйелдің мағзасына байланысты. Жаңа ләззат алу точка G дейді ғой, оның қай жерде орналасқаны белгісіз. Кейбіреуінде тереңірек орналасады, әрине оларға көлем үлкен керек болады. Кейбіреулерінде бері қарай орналасады, оларға әрине онша көлемі әртүрлі. Ол білуіміз керек, біз әйел адам қалай ләззат алады. Оның екі түрі бар, вагинальный и жаңа клитор арқылы. Ол тоже маңызды. Мысалы, егерде клитор арқылы ләззат алатын болса, оған әрине көлемі онша маңызды емес. Егерде вагинальный и жаңағы точка G тереңірек орналасса, оған нақты енді гинекологтар жауап береді. Бірақ ондай кезде әрине ол маңызды. Яғни адамдар тек қана ой-саналық жағынан емес, сондай-ақ физиологиялық жағынан бір-біріне сай келу керек дейсіз ғой? Иә. Байдалы подкаст, батырманы бас. Әкесімен баняға түскен ғой, сол кезде айтып алдым, сен кішкентай сияқты деген мағынада айтқан. Енді әкесінен ондай есту шок қой. И психологиялық травма алып қалды. И ол маған келді приемға, осылай, еректі таңертеңі жоқ, қызға барам, тоже жоқ деп. Неге десем, осындай әңгімеден кейін. Ондай кезде ол сразу жазылып кетті. Неге жазылып кетті? Жаныма отырғызып қойып, интернеттен көрсеттім, средний размер қанша болатын. И ол айтты, сенікі қанша деп сұрадым. Ол айтты көлемін. Сосын мен көрсеткен кезде, оңқы даже среднийдан чуть больше болып тұрды. Сосын естігеннен кейін. Средний жалпы қанша? Қазақстан бойынша ма? 13-14 сантиметр. Ол средний, да, өйткені кейде болады жаңағы 20-ға дейін де баратын, одан да сатындар бар. Қазақстанда, кейбіреулер 9-10. Ну, мысалға біз статистика келтіретін болсақ, Россиядан чуть қана төменбіз, а так не уступаем дейді. Ну, это как мужчина айтып жатқан ғой. Сондай себептер болады, онда білу керек, сөйлесу керек. Әр науқасқа подход әртүрлі болады. Байдалы подкаст, батырманы бас. Ал жалпы осы жыныстық мүшені ұзарту мүмкін бе? Мүмкін, дәрі арқылы мүмкін емес. Нақты айтайын, кейбір физиоаппараттар бар енді, локальный отрицательное давление создавать етіп жаңағы созатын. Олда 100% гарантия жоқ. Ота жасау арқылы болады, бірақ ота жасағанда да физиологиялық болу керек барлығы. Олда мысалы 1-2 сантиметр дейін ұзартуға болады. Максимум сонда 1-2 сантиметр. Ал былай табиғи жолдары бар ма? Табиғи жолдары ондай жоқ. Егерде мысалға болады, микропенис деген болады кішкентай. Оны бала подростковый возрастта не болмаса кішкентай кезінде байқау керек. Басынан жаңағы қазіргі кезде мамалар байқауға келеді. Баланың мүшесі өзінің жасына кішкентай сияқты көрінеді. Сол кезде тексерген кезде ода туа біткен жаңағы гормондар дұрыс бөлінбейді. Ол да әсер етеді. Ондай кезде жаңағы уақытылы емдесе, оны барлығы жаңағы қалпына келтіруге болады. Егерде уақыт өтіп кетіп, ол жасы 30-40-қа келген кезде, қазір мен үлкейтемін деген, ол мүмкін емес ол. Байдалы подкаст, батырманы бас. Қалыңдату, ол да жаңағы процедура, мысалы бұрын пайдаланылатын гиалуроновая кислота дегенді. Қазір косметикада қолданылады ғой, ерінге, бетке, жаңағы оның плотности да болады әртүрлі. Оны пайдаланады. Бірақ гиалуронның бір жаман жері, ол неравномерно распределяет, косметический дефект сияқты көрінеді. Ал қазір шықты молочная кислота деген. Жаңағы қазақша дұрыс сүт қышқылы ма, қазір кеш қателесуге қорқам. Ол мысалға гиалуронмен салыстырған кезде, терінің астына кірген кезде ол равномерно распределяется. Равномерно. И жаңағы гиалурон мысалға жиі пайдаланған сайын тез кетеді ол. Мысалға 3-4 ай әрі кетсе, содан қайттан жасау керек процедураны. Ал сүт қышқылы ол 2 жылға дейін жетеді эффектісі. И диаметрі мысалға байқалады 2 сантиметр, 1 сантиметрге дейін қалыңдайды. Но это кейбір адамдар келеді, шынында да оларға ол керек. А кейбір адамдар келеді, оларға мысалы керек емес, но все равно. Ладно. Жасағын келсе, пожалуйста. Жоқ, біз сол толығымен түсіндіреміз, айтамыз міндетті түрде. Бұл проблема бізге мысалға көлемі жағынан жақсы, сізге керек емес.
Оның барлығымыз айтуымыз керекпіз, міндеттіміз. Соның барлығын түсіндіріп айтқаннан кейін, мысалға, жалғыз мен емес, старший коллегалар, профессорларда мен диалог жүргіземіз, жаңағы науқаспен түсіндірсін. Жоқ, болмай, егер де мен істеймін десе, әрине ол науқастың это его право. Пайдалы подкаст батырманы бас. Осы пейрония ауруы дейді, жаңағы жыныс мүшесінің қисаюы, иә? Соған не алып келеді? Оған алып келеді, в основном жаңағы жиі кездесетін микротравма жыныстық қатынас кезінде. Мысалы, өздері болады, звук шығады, хруст бір түрлі байқамайды, а кейбір кезде кәдімгідей жыныс мүшесі сынып кетеді, майысып тұрады, дефект болады. Сол сынған жер, мысалы, бір оболочка бар, и сол оболочкада егерде бір жердің дефект болса, мысалы, денеде рубец пайда болады, ол шрам. И сол жерде пайда болған шрам, ол өзіне қарай тарта береді органды. Мына жерде пайда болса, ақырындап орган өзіне тартып, ол формасын терять ете береді. Жиі причинасы жаңағы травма. Ол сонда жыныстық акт кезінде пайда болатын ба? Жыныстық акт кезінде пайда болады, жиі жаңағы, в основном. Редких случаях жаңағы мотоцикл, ат, так говорят. Әйтеуір себептерін сол жіктесін. Енді солай айтады. Жиі кездесетін себебі жыныстық кезінде. Қымбаттым, каналға жазыл, қоңырауға бас, лайк қой, пікірің болса, коммент қалдыр. Сенен фидбэк болмаса, менің пайдалы нелермен бөлісуге шабытым болмай қалады. Аяма, ерінбе. Егер мазалаған сұрағың не ұсынысың болса, дайректке жаз, анонимдік сақталады.